яғни ол жақта ғылым дамымаған ғой, адамдарды алаяқпен әлдегені алдауға болады деген мысалы нәрсені көрмес бұрын ол жайлы мәліметті жинап алған дұрыс. Сол үшін айтамын, шындықты іздеп, ақиқатты іздеудің керегі жоқ. Өзің депрессияға түсіп кетесің, шындықты, ақиқатты іздеп. 150 адам керек болған шығар Құдайға деп. Сіздер емес. Бір адам қылмыскер болса, оған қоғам жауапты деп. Яғни адамдарда не жақсы, не жаман таңдау жүйесі жоқ миында. Айтып отырмын, діни наным-сенімдерге, салт-дәстүрлерге мүлдем сенбеймін. Сіз табиғаттан тыс қабілеті бар адамдар бар екеніне сенесіз бе? Мысалы, орташа статистикалық адамдар көре алмайтын, немесе жасай алмайтын заттарды жасай алатын адамдар барлығына сенесіз бе? Біздің қоғамда адамдар бар, әлі күнге дейін сенетіндер бар да осындай адамдарға. Табиғатынан ерекше, жаңағыдай сіз айтпақшы, табиғатынан тыс, біз көре алмаған нәрселерді көре алатын, біз сезе алмаған нәрселерді сезе алатын деп ойлайтын. Мен түсінбейтінім, ғылымға қарама-қайшы ұғымда. Неге? Өйткені оның нейрондар жүйесі басқаша орналасқан ба, немесе оның венасынан ағып жатқан қанның жылдамдығы басқаша ма, немесе оның бүйрегі оң жағын, сол жағында орналасқан ба, мен түсінбедім. Табиғатынан ерекше адам деп санайтындай басқалар көрмейтін нәрсені көретін адамдар мен үшін алаяқ немесе ауру деп санаймын. Неге? Өйткені бұл жалған ақпарат. Аурулар бар ғой бізде. Шизофрения деген расстройство. Неге? Өйткені олар біз көрмеген нәрсені көре алады. Яғни оларға көре алмайды. Оның нейрондар жүйесінде қателік бар. Яғни сонда ауытқулар болады. Ол адам екі типке бөлім. Немесе жаңағыдай аурумен ауырады, ми ақауларымен, немесе алаяқ. Сол арқылы табыс тауып жетістікке жеткісі келетін шығар. Мысал келтіріп өтейін. Индеистерде тұрғылықты Тринидад деген арал бар. Сол аралда тұратын индеистер мынадай әдіс қолданады екен. Яғни ол жақта ғылым дамымаған ғой, адамдарды алаяқпен әлдегені алдауға болады деген. Мысалы, шоқтың үстінен жүріп өтетін адамдар бар ғой, табанымен. Солардың несі мынадай екен, негізгі тәсілі. Шоқты қояды, шоқты қойғаннан кейін бетіне күл жиналады. 4 см, 5 см күл жиналады. Сол күл жиналған күтеді да, адамдар үстімен жүгіріп өтеді. Бұл не құпиясы не? Яғни шоқтың үстінен жүгіріп өтпейді, күлдің үстінен жүгіріп өтеді. Күл сол кезде жоқ болып кетеді. Яғни адамның аяғы күймейді. Ол ерекше адам емес. Сосын мынандай адамдар бар. Денесіне ине соғады, бетіне ине соғатын адамдар бар ғой, ауырсынуды сезінбейтін. Олардың әдісі бар, астына шарик, қолтығының астына шарик қыстырады. Оны қысқан кезде адамның импульсы төмендейді. Яғни ақын айналғандықтан ол ауырсынуды сезінбейді. Кез келген нәрсені көрмес бұрын ол жайлы мәліметті жинап алған дұрыс. Сол кезде кез келген нәрсенің несін жауабын табасыз. Ал ода тылсым күш жатпаған, немесе магия емесін анықтап алуға болады. Егер де мына мәселені айтып кетейік. Айтады ғой, раздвоение личности дейді. Сондай психикалық ауру бар. Бір адамда екі тұлға болады. Сол қараңыз, солардың эксперименттер жүргізген естіген сол кезде бір тұлғада, мысалы, кейбір психикалық аурулар болса, бір тұлғасында жоқ болады. Немесе бір тұлғасында жаңағыдай сахарный диабет дейді. Сахарник болса, екіншісінде жоқ. Сондай қабілеттерді болады адамда. Бірақ там ол психологияға байланғандықтан екі тұлға әрқалай әсер береді. Бұл аурудың түрін айтып жатсыз ғой. Парасат майдан деген Төлен Әбдіктің шығармасы бар. Сонда да тура соның ішіндегі тұлға ауруханада жатып, өзі екі тұлғаға бөлінеді. Бір-бірімен хат алмасады. Біреуі бір пікірді дұрысқа шығарса, бір тұлғасы, екінші тұлғасы бір пікірді теріске шығарады. 3 күн сайын ба 4 күн сайын тұлғалар ауысып отырады, оянып кетеді, психологиясы басқа адам болып оянады. Яғни ондай аурулар бар деген мысал келтірейін.
мысалы бір ескі бір 17-ші ғасыр болу керек, 16-ші ғасырда бір адам кәдімгідей кузнец дейді ғой, кәдімгі темірші болған, айналысатын адам, бір ұйқысынан оянған кезде шіркеудің несімін деп санайды өзінің, церковьта істейтін, не дейді ғой, папасын деп санайды. Яғни әр кезде әртүрлі оянады да ол адам. Ол кезде екі түрлі адам ішінде психологияда ауру дейді, ауытқуы болған, сонда аурумен шалдығатын адам. Мысалы қарап отырсаңыздар, Леонардо да Винчи, Винсент ван Гог деген сияқты керемет суретшілеріміз бар ғой тарихтағы. Солардың өзі де адамның есіне кірмейтін заттарды салады ғой. Даже қарасақ Пабло Пикассо да, солардың да суреттері бәрін қараса, оларда да шизофрениямен ауырған. Өте қатты формасындағы шизофрениямен. Технология, мәлімет, коммуникация терминдері пайда болғалы адамның санасы кеңейе бастады. Яғни бір сөзбен айтқанда, ғылым дамыған кезде адамдар көп нәрсенің сырын аша бастады. Фокустар, алаяқтар фокуспен айналысуы шектей бастады деген сөз ғой. Мысалы, микроскопсыз кез келген нәрсенің қандай екенін анықтау қиын. Мысалы, тегіс жерге, асфальтқа қарайтын болсаң, микроскоппен таулы жерге ұқсайды. А егер одан сайын жақындатсаң, айқасқан ағашқа ұқсайды. Яғни адамның рецепторы қалай көреді, біз солай қабылдаймыз. Дұрыс па? Или біз рецептормен қалай қабылдаймыз, солай көреміз. Яғни сіз көрмей тұрған нәрсені жоққа шығара салуға болмайды. Соның үшін айтамын, шындықты іздеп, ақиқатты іздеудің керегі жоқ. Ол негізі қандай деп сұрақтың қоюдың да керегі жоқ. Жан-жағымыз біздің радио толқындары, яғни радио волна дейді ғой, қоршалған. Бірақ біз оны көрмейміз, бірақ оны жоққа шығара салуға болмайды ғой. Мына үстелдің үстінде миллиардтаған микробактериялар бар, біз оны көрмейміз, бірақ микроскопты қойсақ көреміз. Бірақ біздің рецепторларымыз оны көруге не істелмеген, қабілетті болмаған. Эволюция бізге дамытпаған ол нәрсені. Бірақ біз оны жоққа шығара саламыз ғой, ештеңе жоқ деп. Сондықтан шындықты, ақиқатты іздеп керегі жоқ. Ендеше әр нәрседен шындық іздеп, әр нәрседен ақиқат іздей берудің керегі жоқ па? Иә. Өзің депрессияға түсіп кетесің, шындықты, ақиқатты іздеп. Өйткені абсолют сен барлығын білмейсің ғой. Кей адамдар шындықты іздеп кетеді. Олардың шындықты іздейтін адамдардың техникалық білімі жоқ деген сөз. Яғни мәлімет жетіспейді, қолында информация жоқ. Сен шындықты білу үшін абсолют барлығын білуің керек. Ал ол мүмкін емес, барлығын білу. Жаңа айттым ғой, сен ол үшін әр нәрсені микроскоппен қарауың керек. Ал сен оған білімің жетпейді, и уақытың да жетпейді. Мынада мысал келтірейін. Америкада болған оқиға, 150 адамдық ұшақ апатқа ұшырайды, қайтыс болады, бір топ адам аман қалады. Сол қалған топ адам шіркеуде сұхбат беріп жатыр адамдарға. Біз қандай да бір күш ұстап қалды, біз сездік, біздің кешіккеніміз дұрыс болды, яғни біз Құдайға керек екенбіз ғой деген сияқты сұхбаттар беріп айтып жатыр. Біздің халық эмоцияға беріліп тыңдаған жақсы көреді ғой. Сол кезде фреско барып айтады. Фрескода ол неге қатысқан екен? Мүмкін 150 адам керек болған шығар Құдайға деп. Сіздер емес. Кез келген әңгімені бұрмалай салуға болады. Кез келгеннің екі жағы бар. Шынайы қарап отыратын болсақ, шынымен біздің діндердің барлығында бір адам өмірден озса жақсы адам еді, Құдайға керек болғанда деп айтады. Қандай адам болмаса да. Қандай адам болмаса да. Бір егер тірі қалып отса, ол адам жаман адамсың ғой сен керегің жоқ деп айтады. Нақты жүйе, нақты сөз жоқ, яғни коммуникативті емес те тілдеріміз әртүрлі. Ол ескі 2000 ғасыр бұрын пайда болған, әлі жалғасып келе жатыр, сол бірімен шатасқан адамдар соңғы қақтығысқа келетін содан. Нақты бір тоқталған жоқ. Е-бөлігі немесе квадратты ғалымдардың ешқайсысы ерегесе алмайды, ол дұрыс емес деп. Өйткені нақты қойылған формула оны шығарып берді, ол сонымен қалды. Тура сол сияқты болу керек. Кез келген салада, тіл саласында да тура сондай өзгермейтін адамдардың барлығына түсінікті болу керек. Сіз жеке адамды кінәламайды екенсіз? Иә, жеке адамды мүлдем кінәламаймын. Қоғам ортасын кінәлаймын, болды. Абайдың сөзі бар ғой. Бір адам қылмыскер болса, оған қоғам жауапты деп. Біздің қоғамда бір ауру бар, кеселі бар. Сол қоғамның мәдениетімен жылдар бойы сусындап келген адамды қалай өзгертуге болады? Олар ұрпақтан ұрпаққа қалыптасып келе жатыр ғой. Қытайда туған бала бірден тула сала қытайша сөйлеп кете ме, немесе оны үйрету керек па? Үйрету керек. Оны үйрету керек. Қан мен
тек қана бізде түр беріледі ғой, иә, адамның мұрын, көз, ауыз, жалпы адамның генетикалық артықшылықтар. Бірақ қанмен, мысалы, сіздің әкеңіз математикадан гений болса, сізге қанмен арқылы математика қылып берілмейді, сізді үйрету керек. Емес па? Адамдар миллиондаған нейрондармен, тканьдармен басқаларын ерекшелеп артық болып туылуы мүмкін, яғни қабілет жағынан дейді. Айтып жатады, біздің сөз бар ғой, 1% талант, 99 еңбек деп. Адамдар ерекше болып туылуы мүмкін, сондай нейрондар артығынан. Бірақ ол адамды ұлтшылдардың арасына апарсаң, яғни фашистердің тезірек ұлтшыл болады. Діншілдердің арасына апарсаң, тезірек діншіл болады, тез үйренеді басқаларға қарағанда. Нәсілшілердің арасына апарсаң, тезірек нацист болады. Егер ол ғалымдардың апарсаң, тезірек ғалым болады. Бетховендердің қасына қойсаң, тезірек Бетховеннің асып кетуі де мүмкін да, ол адам. Композитор ретінде. Яғни адамдарда не жақсы, не жаман таңдау жүйесі жоқ миында. Нейрондардан айырып білмейді, мынау жаман жақсы деп. Оны ортасы тәрбиелейді. Ол тек қана артықшылықтармен туылады да, кез келген нәрсені қабылдай біледі. Сондықтан ортасы туралы айтамын. Ортасы қалай дамытады? Сіз шығармашылық ортада өссеңіз, шығармашылық адам болып шығасыз. Ол маңызды емес, композитор, әнші, болмаса ақын, жазушы. Егер сіз өткенде келтірдім ме? Африкадағы аралға апарып тастасаңыз, жабайылар, Бетховенді 30 жылдан кейін көрсеңіз, оны композитор ретінде көрмейсіз. Оны сол бас кесерлердің бір ретінде көресіз. Бірақ сол талантпен да, ол да артықшылықпен туылды, бірақ басқа жағына қарай жұмсады. Ол көбірек басқаларға қарағанда көбірек бас жинайды. Басқаға қарағанда көбірек адамды өлтіре алады сол аралда. Просто шығармашылық ортада өскендіктен Бетховен ол сол ортада дамыды. Яғни адамда таңдау құқығы жоқ миында. Мынау жақсы не жаман деп айыратын. Оны ортасы өзі таңдап береді. Бізде айтып жатады ғой, мысалы кішкентай бала инеге қолы тиіп кетсе, инеден қорықты деп айтады, болмаса үйреніп жатыр деп айтады. Ол инеден қорықпайды, ине оны өзгертті. Яғни адам бір нәрсені көрмей, ол жайлы сезінбесе, ол жайлы білмесе, үйрене алмайды, яғни дами алмайды. Шындыққа деген көзқарасыңыз қалай? Мен айтып отырмын, діни наным сенімдерге, салт дәстүрлерге мүлдем сенбеймін. Сонда сіз экстенциональность ұғымын ұстанасыз ба? Иә. Мысалы келтіріп Фреско Эйнштейннен сұрайды, шынайылық, шындық дегеніміз не дейді? Шынайылық дегенде сен нені айтып тұрсың деп жауап береді. Шындық дегенімізде сен нені айтып тұрсың? Ол дұрыс емес сұрақ дейді. Жауабы, мысалы, мына киімді жұмсақ, егер оны микроскоппен көретін болсаң, ол айқасқан ағашқа ұқсайды. Бағана айттым, жақындатып көретін болсаң, киіміміз айқасқан ағашқа ұқсайды. Кез келген нәрсеге әр бұрыштан қарау керек. Яғни бір ғана көзқараспен емес, әр бұрыштан қарау керек. Заттың қандай болуы біздің рецепторларымызға байланысты. Мысалы, мына киім ми үшін жұмсақ, бірақ құрылысқа или жәндіктер үшін мынау қатты, асфальт сияқты қатты. Ал микробтар үшін мынау үлкен тау. Яғни барлығы біздің рецепторларымызға байланысты. Адамды біздің жоғары форма деп санайды барлығынан. Ол дұрыс емес. Ит есту қабілеті адамға қарағанда білесіз бе, 30 000 децибел ести алатын адам, бірақ 15-20 метрден әрең естиді. Акула 5000 километрден судың ішінде жүріп, бір тамшы қанның иісін сезіп қояды. Тағы бір мысал келтірейін. Бүркіт 1000 метрден 1 шақырым ол жерде кетіп батқан тышқанды көре алады. Біз 5 метрден көре алмаймыз. Бірақ адамды жоғары форма иесі деп атаймыз. Қай жағынан деген сұрақты қою керек. Қай жағынан ол жоғары формаға ие? Сол кезде сұрақты мысалы жоғары формалы тірі жан деп айтатын болсақ адамды, ол басқа планетада тіршілік ететін тірі жандардан барлық жағынан мықты болып тұру керек па? Жылдамдық ол мүмкін емес, иә. Жылдамдық болсын, көру қабілеті, ол терминді қолдану сезу, иә. Ол терминді қолдану үшін. Терминді қолдану үшін. Барлық жағынан абсолютно мықты болу керек. Ол мүмкін емес. Сондықтан адам өзін жоғары формамын деп санаудың мүлдем керегі жоқ. Ол қай жағынан жоғары деген сұрақты қою керек болды.